Қайырлы күн достар. Жұрттың бәрі 3 минуттық видео түсіріп жатыр ғой. Біреу 3 минуттық макияж дейді, біреу 3 минуттық жолдасымен танысу, сондай оқиғалармен бөлісіп. Мен бүгін бір керемет бір инсайтпен бөліскім келіп отыр. Мен өзім үшін және өзгелер үшін де бұл керемет инсайт деп ойлаймын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. До конца тыңдап, лайк басып, өздеріңізге сақтап алуларды сұраймын. Бұл инсайт жаңағы былайда кім таңғы уақытта күн шығардан бұрын ояу жүрсе, сол періштелер шашатын ризықта үлесті болады дейді. Яғни бұл таңғы несібе таңертең дейді. Таңғы уақытта кім ояу жүрсе, сол несібесіне үлесті болады, ал кім ұйықтап жатса, сол күнгі ризық несібесіне құр қалады деп айтып жатады. Сол секілді мен осыған орай бір күшті инсайт алдым. Ит дейді да, бір босанғанда 6-7 күшік табады екен да, ал қой болса бір босанғанда 1-2 ғана қозы табады екен. Бірақ оның саны жағынан алып қарағанда, салыстырғанда біз қойды тұтынамыз, оны жейміз, оны соямыз, оны сатамыз, оны құрбандыққа шалады екенбіз. Оның бізге пайдасы көп та, оның себебі неде деп сұрайды ұстазынан. Сөйтсе ұстазының айтатыны бұл береке ғой дейді. Береке ғой. Сонда тағы да сұрақ туындайды, неге ит емес, неге қой берекеге ие дейді. Сонда ұстаздың жауабы, себебі қой ерте жатып ерте тұрады екен. Ал ерте жатып ерте тұрғандықтан ол өзінің төгілетін мейірімнің қай уақытта бөлінетінін біледі да, өзі берекеге ие болады екен, берекетке ие болады екен да. Ал ит болса түнімен үреді екен, түнімен үріп таңға жуық, таң намазына таман ұйықтайды. Сөйтіп өзіне бөлінетін берекеттен айырылып қалады екен, құр қалады екен да. Сол секілді мен жаңағы өзіме алған инсайтым, жаңағы өзім осы тиктокта түсірген видеом бар. Осы жұрттың бәрі қалай дамып жатыр. Біреу тиктокта видео түсіріп ақша тауып жатыр, біреу бизнес план сатып жатыр, біреу тиктогын жүргізсаған, біреу не қылсаған, ютуб жүргізсаған, біреу кнопка қылсаған, біреу курс сатып жатыр. Айналайын, бізбен де бөлісіңдерші, біз де солай дамып, біз де солай байықшы деймін да. Сол түсірген видеома мен дәл қазіргі таңда ұялып тұрмын да, что мен таңғы несібемнен өзімнің дамуыма деген таңғы несібемнен, ризық несібемнен құр қалып жатқандығымнан мен ешқандай дамымай жатырмын. Енді бір сөзбен айтқанда, бір итпен теңескім келіп тұрған жоқ, бірақ дәл соған келіп тұрмын ғой деген сияқты қылып өзіме бүгін инсайт алдым. Сол инсайт сіздерге де пайдалы болсын. Сіздер де күн шығардан бұрын ояу жүріп, өздеріңізге тиісті, өздеріңізге үлестен ризық несібеден құр қалмаңыздаршы деген келеді. Және де сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеп, және Алла тағала баршамызға таңғы несібеден бөлуді және өзімізге берілген берекетті қайырлы болуын жазсын. Сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік, сіздерге осы инсайт